PowerPoint'ta көп жағдай тартып алған кезде бізде ашылмайды, ашылмай ашып шығып жатады кей жағдайларда. Сол кезде не істеу керек, соны түсіндіріп өтейін. Жаңа PowerPoint'ымызды открыть батырмасын баса отырып ашамыз, тышқанның оң жақ батырмасын басып, сол кезде восстановить деген ошибка шығатын болса, не істейміз? Ол кезде жаңа отменаны басып, PowerPoint'ымызды жауып тастаймыз. Одан кейін барып жаңа PowerPoint'ың үстіне барып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, асты жағында свойства деген бар, сол свойстваны басып, одан кейін бұның асты жағында жаңа разблокировать деген бар, сол разблокировайттың үстіне галочка қоямыз дағы, окей батырмасын басамыз. Бұны басқаннан кейін жаңа қайтадан PowerPoint'ымызды ашатын боламыз. PowerPoint'ымызды ашқан кезде жаңа тышқанның оң жақ батырмасын басып, открыть деп, бізде PowerPoint'ымыз ашылады. Сіздерге ұнады деген ойдамын.